15 күні, қыркүйектің 15 күні маған 213 мың теңге ақша аударып жіберді. Сосын мен шамалы уақыттан кейін балам маған қайтадан звондады. Жеңше, жаңағы ақшаны маған аударып жіберші, мен бастыққа жіберем деп сізге жіберіп қойыппын ғой деді. Сосын мен алдымда ол ақшаны балама қайтып аударып жібердім. Сол кезде өзіме бір күдік ой келді де, қайтадан мен балама звондап, ей Нұрстан, сен ол ақшаны неге бастығыңа бересің деп сұрадым. Сөйтіп едім, ол балам айтты, маған бастығың саған ертең подъемный түссе, сені жаңа көп ақша алдың деп әркім ақша сұрауы мүмкін, сондықтан маған ақшаңды аударып қой деді балам деп айтты деді бастығым. Сосын мен айттым балама, жоқ, сен бастығыңа неге бересің ол ақшаны, берме, сен сонда ертең бастығыңнан ақша сұрап жүресің ба деп айттым балама. Сол кезде мен балам айтты, я жеңше, өзім де соны ойлап отырым, неге со аударады екенмін деп ойлап отырым деді. Мені базалайтын бір күдік осы ой, осы ақшамен, осы ақша үшін менің баламды осындай жамандыққа қиды ма деп ойлап отырым. Ол бастығының аты Нұржан Нұрқабаев екен. Мен баламды өз-өзіне қол жұмсап суицидке барады деп ойламаймын. Ол бала ондай бала емес, еш уақытта ол ондай жамандық нәрсеге бармайды. Ол қай нәрсенде адал жұмыс істейді. Мен оны өйтіп өз-өзін қол жұмсайды деп ойламаймын. Өйткені ол бала ондай өз-өзіне қол жұмсау туралы суицидтен қорқады. Ол қай уақытта да маған келгенде осындай туралы айтып отырдым. Ол бала мен өз жұрт неге өз жандарын өздері қиып бұндай жағдайға неге барады деп айтып отыратын. Сондықтан мен ол баланы өйтіп өз-өзіне қол жұмсап суицид жасады деп ойламаймын еш уақытта.